Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар. Қазақ елінің батыр қайсар қызы Бопай Қасым қызы. Сіздермен бірге рахым біліп жүрек. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Бопай Қасым қызы Қасым төренің 6 ұлының арасындағы жалғыз қыз. Кенесары Қасымұлы көтерілісіне қатысушылардың бірі, Кенесарының қарындасы. Кенесары Қасымұлының қайраткер қарындасы, дала көкжалы Алланың шын жаратқан тамашасы Бопай ханымды айрықша атап өтуге болады. Бопайдың күйеуі Уәли ханның ұрпағы Сәмеке сұлтан. Ол және оның туысқандары Кенесарының қозғалысына қатысудан тікелей бас тартады. Бопай қанша бұл іске көп мойымайды, қайта қайсарлана түседі де 6 баласын бауырына алып, бүкіл дүние мүлкін, малын түгелімен қозғалыстың мүддесіне жұмсауға бекінеді. Бопай ханым ерекше қасиеттерге ие. Оған заманның қара дауылына қарсы ұшатын туа бітті өжеттік көсемдік, жеңіске деген сенім, қатерлі шақтарда өзін-өзі ұстай білетін салқынқандылық, болаттай жігер, қайсарлық, магиялық қуат, жинақылық, өз ішіне шеберлік қасиеттерге тән болды. Ол жорықтарда өзін әйелмін деп сезінбей, ісіне әділде берік, қаталда талап алатын басшы екенін танытты. Ағасына ұқсаған сұсты да нұрлы тұлғасын көріп, затың әйел ғой деп сөз тастайтын ұры көзді жігіттерге бұйрықты бере жалт қарағанда олар кірерге жер таба алмай сасқалақтап қалады екен. Хан кеңесінің мүшесі шарболатша шымырқанған Бопай ханым 600 сарбаздан құралған топты ұршықша үйіріп, шоқтай иіріп шеберлікпен басқарды. Бопай ханым жасағының әрқайсысы 1000 кісіге татырлық еді. Кенесары әскерін жабдықтаумен шұғылданды. Бопай зекет жинайтын және көтеріліске қосылмаған сұлтандардың мүлкі мен азық-түлігін тартып алатын 600 адамдық ерекше топты басқарды. Бопайдың арғын руына зекет жинауға келгені туралы жансыз Самырат Мамаев былай деп хабарлайды. Кенесары төлеңгіттерімен бірге Кенесары ісіне қатысумен қырға кең тарылған орын қарындасы Бопай да келді дейді. Бопай Кенесарының барлық ірі шайқастарына қатысты және өзі де жау тылына партизандық жорық жасайтын. Бопай Кенесарының барлық кеңестеріне қатысып отырған, ал Кенесары Бопайдың ақыл кеңестеріне құлақ асқан. Бопайдың ұлы Нұрхан да көтерілістің белсенді қатысушысы болды. Патша отрядтарымен болған бір шайқаста оны тұтқындалады. Оның ержүректігі туралы жүзбасы Лебедев былай деп жазды. Біздің қолымызда қазір қолға түскендер Кенесарының туған жиені, оның қарындасы Бопайдың баласы Сұлтан Төрехан Сәмекен, Тоңғатар болысының құрметті биі инемнің шәкірті Айдарбек Қуандықов және Кенесарының төлеңгіті Сәрсенбай бар. Олардың алғашқысы жанұшыра қарсылық көрсетуі нәтижесінде қатты жараланған. Хан кененің жасыл туының астында холт қаһармандары Шұбыртпалы Ағыбай, Алтай, Төлебай, Бестаңбалы Бұқарбай, Қыпшақ Иман мен Басығара, Дулаттан шыққан Сұраншы, Жауке, Байсейіт, Бағаналы Құдайменді, Табын Бұқарбай мен Жоламан, Таматанаш, Шәкір, Толыбай, Бұғыбай, Тоғанас, Тобылды, Таймас, Жоламан, Әнеке сияқты даңқы наурызбайлардың қатарында Бопай ханым 1838 жылы Батыс Сібір губернаторлығына қарасты солтүстік батыс өңіріне өтіп нәтижелі жорықтар жасаған. Бопай ханша туралы азды-көпті деректер орыс зерттеушілерінің және Ілияс Есенберлиннің еңбектерінде кездеседі. Ел арасында тараған талай-талай аңыздар, хикаялар, әңгімелер бар. Батыр қыздың дүние салған жері Ырғыз бойы, Ақтөбе облысы Әйтеке би ауданы Ақкөл ауыл маңайындағы Бопай деген ауылда. Зират осы ауылдың тұсында төбешік басында орналасқан. Атқа қонған, ата қонысты қорғаған Бопай ханымның теңдессіз ерлігі мен жанкештілігі ұлт рухының керемет көрінісі. Хан кененің және оның серіктес нояндарының түпкі мақсаты ежелгі қазақ елінің тәуелсіздігін, дәстүрін, қуатын қалпына келтіру болды. Видеоны соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға рахмет.